Сәлем достар! Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан восточный пирогының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасында тұрған майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай біркелкі етіп араластырып алдық. Енді секерімізді, ұн қопсытқышымызды және бір жұмыртқаны салып қамыр елейміз. Енді қамырымызды пакетқа салып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды формаға салып, жақсылап жайып шығамыз. Қамырды қолмен жайғыларыңыз келмесе, оқтаумен жайып салуға да болады.
қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін өзіңіздің сүйекті жаңғақтарыңызды, өрік мейіздеріңізді салуға болады. Менде 2 түрлі мейіз және бірнеше жаңғақтың түрлері бар. Осылай етіп жайып, жақсы етіп жайып аламыз да үстіне қойытылған сүт, яғни сгущенканы құямыз. Пирогымызды пешке салып 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Менде осындай пирог шықты. Толықтай суытып аламыз. Көріп тұрғандай, пирог өте оңай пісіріледі. Сіздер де осылай жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазыңыз. Сіздермен болған Бес бармақ каналы.